қараңдар достар, бізде деген Las Vegas Saturnitасты біз деген өзімізді подписчигімізге берген болатын секретте бірейін рота. Ема, тететен сахур. База жоқ мына жүгірсін қараңдар. Соңғы қатысушылар қалды. Кім ұтады? Кім базаның жеңімпазы болады? Оны біз қазір анықтаймыз. Ал кеттік. Так достар, видео басылмай жатып сіздерден бір кішігірім уақыттарыңызды алсам деп едім. Себебі менің арнамды достар көп деген адамдар подпискасыз көреді екен достар. Ойлаңыздар, мына қараңыздар достар, мен 2,5 мың подписчигім бар, бірақ мына жақта 5,300 6,300 просмотрлар толып тұр. Бірақ 2,5 мың подписчик достар. Еді оған да шүкір. Бірақ достар, сіздер деген подписация деген міне ақ кнопкадан көріп тұрсыздар ғой. Сіздерге сұр болу керек. Короче, соны басып жүрсеңіз міне вы подписаны деп шығатын болады. И мына жақта қоңырау пустой тұр ғой. Соны бір үстінен басамыз, все дегенде бассаңыз, короче достар, сізде вы подписаны деп всеге қойсаңыз, вообще тема болады деді достар. Мен деген Roblox'тан өте керемет видеоларды әлі күнге дейін түсіріп жатырмын. Жалпы достар, өте қызықты видео болады деген ойдамын. Ал енді достар, көп сөз боқ сөз, шайларыңызды алып арқайын көре берсеңіздер болады. Сәттілік бәріңе. Бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге әдеттегідей пулмен бисіржас достар. Иә достар, бүгін біздер әдеттегідей украдей брейнротты жалғастыратын боламыз. Короче, сіздер видео басылып жатып, анаға тіркеліп видеоға арнайы достар міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Әр қайсымыз достар подписка деген кнопкада, қызыл кнопкада басуды ұмытпаймыз. Лайкты бәріміз 1000-ға жеткізіп тастайық өте. Короче достар, мен алдында сіздерге айтқан болатынмын. И достар, күте тұрыңдар, мен деген қараңдар достар, мынандай скин алдым. Ё-маю! Жынды ма? Еще достар, приватный сервер ашқан болатын. Енді менің өзімнің жеке серверім болады. Короче, мінекей біздің подписчиктер жүріп, ешкімнен енді ұрлап кетпесе екен деп қорықпайтын боламыз. Короче, менің телефоным да бар бұл жақта. Ойбай, телефоннан да ойнаймын. Бұл телефонда айтқанда секретный бар. Қазір мен секретныйді табыстайтын болам. Алдында табыстай алмай қалған болатынмын. Короче, подписчикке емака прям жестко достар, қараңыздар. Так, короче, енді достар, біз не істейміз? Мен өзімнің затуа бар қатем, мен базама барып кетейін да. Так, күте тұрында секретте брейнротқа бересіз ба дейді. Короче, иә деп жазып жібереміз. Короче, айтқанда достар, ема прям жестко ойын деп тұр. Ойбай, менде ағылшынша тест кетіп қапты. Ой, так болды, жазып жібердік. Короче, достар, қараңыздар, тест прям жестко достар, қараңыздар. Қазір мынаны ашып жіберейік. Хоп, мынаны ашып жіберейік та. Хоп. Короче, қазір біз мына жақтан 200 миллиондықтан берейік шеш. Мына хелпке, короче, күте тұрыңдар, осыны берем қазір. Күте тұр, осыны берем. Ема достар, сізмен лайктарыңызды басып кетіңдер. Қазір біз деген, короче, қалай да атады? Так, фортуна айналдыратын болады. Фортуна емес оның аты, короче, нақты білмеймін. Қалай да атады? Короче, зат айналдыратын боламыз ғой, короче, жестко вот прям. Короче, бір күшті заттарды айналдыратын боламыз. Ема біздің уже деген тулыге адам кіріп кеткен ғой, прям жестко так түтірінде тулыге адам келген ба. Хоп ашып жібереміз да, короче, ема прям дерзкий ойындап тұрсыздар. Қараңыздар, хелпке бер жерек енді, ема секретныйді кел хелп, ема. Так, қараңдар достар, бізде деген Las Vegas Saturnitасты біз деген өзімізді подписчигімізге берген болатын секретте брейнротты ала бер сізме алам. Так, жоқ деп жазып жіберейік. Короче, ана прачкаға ема жоқ. Короче, қазір керек деп жазамыз. Қазір керек маған данный момент керек қой достар, маған қазір керек маған деп жазып жібереміз. Жақсы, енді брейнрот берсек, короче, берек енді, жалко емес шығар енді подписчикке. Короче, бергел, жақсы, бергеш. Саған деген, короче, 1 миллион бер жіберейік, жақсы. Мынаны беріш. Мынаны берсіз маған. Кет, друзья, ашық тұр ғой бауырым. Кіре бер деп жазып жібереміз. Короче, айтқанда достар, сізбен лайктарына басыңдар. Соңында біз деген анықтайтын боламыз кімнің осы базадан ұтқанын. Короче, келсей маған кіре бер деп жазған болатын. Мынаны алсай сен. Болды. Бомбини гузинейді ал видео түсіріп жатсыз ба дейді. Иә деп жазып жібереміз. Короче, бізде деген Ендел Ниндзя деген бауырымыз бар екен достар. Короче, мен скин өзіме қатты ұнап тұр достар. Кәдімгі жестко ғой да достар. Ема прям өзіме қатты ұнады. Короче, айтқанда ала берсе мынаны еба прям жестко. Так, тұрыңдар, видео түсіріп жатсыз ба? Қай брейнротты алайын дейді. Міне бомбини гузинейді алсай сен. Бомбини гузинейді алып кетсей, бауырым, ішімдек дәурім. Ала бер. Доғойды ал. Бомбини гузинейді ал. Так, ала бер. Ей, алсай. О, майы созылған іс. Деги, созылмайш.
Ё-моё, давай, ала бер, смело алса, ё-моё, саған ат уши ойнап беріп тұрмын. Мына жақта мен өзім базам ашылып қойыпты. Мына жақта базамнан ұрлап кетпеген дейді адамдар. Жестко болатын еді прям. Так, тұрында мынаны жауып тастайық. Короче, ана жақта телефонда база ашылып кеткенше, прям жестко болды. Так, тұрында мына жақта ешкім алмады ғой да базадан. Достар, короче, жестко ойын деп тұр. Енді достар, біздің фортунаны анықтайтын боламыз. Достар, сіздерге қатып көрініп тұрған жоқ па, достар? Короче, енді вообще қатпайтын болады. Бұйырса өте керемет жаңалықтар алда әлі көп. Короче, мынандай заттарды алып аламыз. Хоп. Алдында қатып, достар, білесіздер ғой, қатып кәдімгідей кішкене енді кейбір подписчиктер даже неге қатып деп айтқанда шығар, сұрақта қойған шығар. Короче, енді оның шешімін таптық. Бір себептермен сондай болып қойған болатын. Достар, давайте смело лайктарыңызды басып кетіңіздер. Лайкты аямайтын шығарсыздар да бізден. Жестко да. Так, короче, сондықтан лайкта аямай мыңға жеткіземіз, достар. Мінекей біздегі өзімізді подписчигімізге берген болатынбыз. Короче, енді қараңдар, мінекей бізде секретный брейнроттарды қосып беретін болам. Қазір біз деген қалай еді? Ё-моё, короче. Так, атыма есіме түсіріп алайыншы, достар. Так, фортунаны, короче, сондай, достар, айналдырдым ғой, дырр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 рrr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 рrррррррррrr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 
содан короче айналдыратын боламыз, короче. И соны подписчиктерді мен тізіп қойған болатынмын, 100 комментарий. Мен егіз достар сіздерге айтқан сияқты дедім, 200 комментарий жазамыз деп. И достар ответтеріңе жазың деп едім. Кейбіреулер, короче, достар, ол затты тыңдамай, ответ емес, короче, достар, біткен ғой. Полный шашып жаза берген ғой, достар. Мен деген оны деген қалай санаймын, достар? Кім санайды? Анан деген ерінбей отырып әр адамды, короче, ау деп жазайық, ендігі ау деп жазамыз, достар. Или қазір жеңімпазды бірден анықтап жүреміз ба, достар? Давайте смело лайктарымды басыңдар, бірден анықтаймыз десеңдер. Короче, біздің база енді, так біздің база жақтан шығады ғой, да, так, зеренікінде не бар ал? Зеренікінде көп заттар жоқ екен, пока что ема. Так, бізде бомбини ма, ана бомбардировка крокодил ма, бірдеңе бар екен. Бұл болсанда мен берейін ортында алыңызшы дейді, ок деп жазамыз. Короче, Энзелдің брендерін тапс салайық. Короче, қараңдар, қайсысы бот болсанда мен брендерін алыңызшы дейді. Мынама болды смело атушы едік. Короче, рахмет атушы. Короче, айтқанда, бұл олағада бір секрет не өрсе, бенді ұтып алған газ подписчиктер деген емайға прямо қотты. Так, прям қатты қуатча достар. Так, короче, енді елға мен бір брендерін берейін деп тұр. Ақкөңілмін ғой достар, мен деген білесіздер ғой өздеріңіз. Так, короче, газ көрсетіп сіздерге қандай брендерін беру керектігін. Короче, Эндил деп жазамыз неға. Эндил деп жазамыз. Короче, Эндил деп жазамыз. Эндил, братишка, короче, сен мына жаққа келсей. Короче, газ көрсетіп саған. Мына жаққа кел, екінші этажға келші дейік. Біздің екінші этажға кел деп жазамыз. Достар, сен лайкна от души на подписчик сияқты. Короче, Эндил деп жазамыз. Хоп, мына жоқсақ. Короче, Эндил. Что там? Эндил, екінші этажыма кел деп жазамыз. Короче, этажыма кел деп жазамыз. Ема прям жестко. Так, қараңдар, екінші этажыма кел деп жазын. Бергеш бауырым. Şimdi дәуірім. Короче, саған енді мен деген жестко брендер берім деп тұр. Мұнан алсай сен деген кәм тема вот. Ала берші кәм. Жестко саған берім бекпетті. Деп жазылайын ба, достар. Короче, ала берші, ал деп жазамыз. Короче, ал деп жазамыз. Аха. Болды, достар. Короче, подписчикке осын бердік еді. Ондай зат қатты, достар, жыланбайды жарыстар. Сіздерде деген мынандай база бар. Өте керемет, қараңыздар, достар. Миллиондар толып жатыр, короче, Эндилға бердік. Енді друзьяны жауапсайық. Болды, достар. Короче, теріске лайктарында басып отырыңдар. Смело лайктарында зеренкін ұрлап кетпек. Зеренкін жөті ұрлап кететін сияқтымын да. Так, сөйтіңдер, мен мына жақтан деген өзім басым жауапсайын. Мына жақтан деген рахмет дейді. Окей деп жазып жібереміз. Короче, ема, достар, капрер жестко, өте керемет сезімде қоям. Достар, қараңыздар, сіздер 25 миллионды аяп тұрсаңыздар, сіздерге осында 2 секрет кетеді ғой, достар. Ойлаңдар, 2 секрет кетеді ғой сендерге. Неге сіздер жалпы мына жерде, Жансерік, маньяк бермейсің, до конца беруің керек еді ғой дейсіз жарыстар. Бірақ достар, короче, енді әр подписчигім салғызым. Короче, әр қайсына беріп шығу керек қой енді. Так, короче, сіздердің осындай аласыздар, енді осындай базаны аласыздар. Короче, айтқанда енді
қазір айтамыз. Мен деген мына жақта короче қазір күтіңдер. Мына жақта короче қарай тұрың деп жазамыз. Қарай тұрың базаға деп жазамыз. Короче достар, жеңімпазды анықтаймыз. Жеңімпаз кім? Оны қазір анықтайтын боламыз деп айтып жүрміз. Короче базаға деп жазамыз. Короче базаға қарай тұрым базаға деп жаздым. 21 секундта кейін болады. Короче енді достар, жеңімпазды анықтайтын сәт келді. Ал енді бастаймыз. И короче достар, біз деген мына жақта колесоға келдік. Колесо фортуна екен ғой. Жаңадан бері білмей жатырмыз ғой біз деген атын достар. Так, короче енді колесо фортунаға жағы жазылған адамдардың бәрін аттарын да жаққа жазу керек. Оның бәрі менің телефонымда бар. Короче мінекей достар, менің телефоным сіздерге ұнаса лайктарын басыңдар. Мінекей біздің скин. Короче көріне ма көрмей ме шаруам жоқ. Короче так, мына жақта деген біз жаңа скриншот жасап едік. Ұтқан адамдардың аттарын жазамыз. Ұтқан емес достар, то есть жалпы қатысатын адамдар уж 4 адам қатыса ма, тек база жоқ. Короче 4 адам қатысады, 4-еуден кім ұтады деген сұрақ бар ғой мына жерде. 4 адамнан кім ұтады? 4 адам қатысады. Қазір аттарын атайтын боламыз. Короче бәрі кетіп бастайық. Короче бұлай не кетерсек де болады екен. Болды. Короче 4-ті кетіреміз да. И короче біздің бірінші адам Байдыбек Қайрат. Короче жазамыз. Қуанып жатсаңдар. Короче сіздерге енді еңбегі бар Қайрат. Короче Байдыбек Қайрат. Ол деген қазір 109 комментарий жазыпты. И екінші адам бізде мистер Жанс. Үшінші адам мистер Жансерік. Төртінші адам Жансерік. Екінші адам бізде Усер Ф дейма, сондай достар. Короче оның жазғаны 117 комментарий. Усер Ф дейма, бір бәле достар. Короче жазып көреміз енді. Жоқ, мына болмайды. Усер Ф деп жазамыз. Короче ема мына жақта деген базаны жапсақ. Короче бұл нема ана жақта қатып кетті. Короче Усер Ф деп жазамыз. Енді келесі адам достар, бізде Беллингем Гүлнер Сенсенс деген ба. Короче Беллингемді жазып қоямын достар. Беллингемнің авасы тұрған жігіт. Беллингем деп жазылды. Короче Беллингем деп жазамыз. Оп, енді соңғы бізде адам жорстко болады енді достар. Ема прям так, Димаш Апклав дейді. Соңғы қатысушы бұл бізде Димаш Апклав. Короче Димаш Құдайберген деп қоямыз. Өтіретем. Так, короче Димаш деп жазамыз. Димаш. Так, хоп, мына жақта кетіп бастайық. Хоп, Димаш. Димаш, короче Димаш деп жазамыз. Достар, смело лайк атушы. Енді бұлардан кім ұтады достар? Короче мен биткім кеп тұр, кішкене интрига жасатқым кеп тұр. Бұл жерде кімге түседі, сол бірден ұтпайды. Бұл жерде қайта керісінше. Қазір біреуге түседі ғой, сол адам короче ойынан шығады. Міне, мысалы Беллингемге түссе, Беллингем шығады, мына үшеуі қалады. Оларда Усер шығып кетеді, одан кейін кім еді, Димаш шығып кетсе, одан кейін мынау ұтады дегенде. Короче соңында кім қалады, сол ұтады достар. Ереже бірден өзгереді. Қызықты болсын. Ал кеттік, ал бісміллә. 1 2 3. Кім екен достар? Кім деп ойлайсыздар? Жеңімпаз кім? Базаның иегері кім? Лайктарында басып отырыңдар дәл осы сәтте. Осы сәтте көріп отырсаңдар, комментарийға тез жоқ, мистер Жансерік сила деген сөзді жазып кетейік. Давай күтемін. 1 2 3 4 5. Жазыңдар ма? Окей. Ема, Димаш шығып кетті достар. Димаш шығып кетті, короче, ема, прям жестко достар. Тұрыңдар, біздің базаны анық тұрғандар жоқ қойды. Ема, достар, Димаш шығып кетті, ойлаңдаршы. Жестко достар, короче, Димаш шығып кеткен болатын. Енді не істейміз енді, ема, прям жестко болды. Димаш шығып кетті достар. Өкінішке орай, Димаш бауырым, сен бірін роттадың, айырылып қалдың. Ештеңе етпейді енді. Өмір осылай. Мүмкін келесі видеоларда сен ұтарсың. Келесі видеоларға да мен брейнроттарды жиндап дайындап қоятын боламын. Сол кездері сен еңбегің далаға кетпейді деп ойлаймын мен сенің.
так от души ойынға қатысқаныңа көп рахмет. Давайте енді келесі игрокты анықтайық. Бұл жерде көптеген игроктар бар бізде. Кетті ал. Ема Улсерф. Улсерф, енді сен өте көп комментарий жаздың. Сен өте керемет подписчиксің, фанатсың. Саған көп алғысым шексіз. Бірақ мұңайма, жігіт деген жылайма. Давайте смело мұңаймаймыз, көңіл күй түсірмейміз. Келесіде шанс бар сендерге де. Енді ол достар, енді бұйырғаны болады бұл заттың. Короче, енді бізде соңғы қатысушылар қалды. Олар кім ұтады? Кім базаның жеңімпазы болады? Оны біз қазір анықтаймыз. Ал кеттік. 1, 2, 3. Көзім жұмам. Кім шығады екен достар? Достар! Байдыбек Қайрат шығып кетті, прикинь. Бізде, короче, енді бір жеңімпаз бар. Ол әрине Беллингем. Короче, Беллингем енді құттықтаймын сені жеңісіңмен. Енді жеңісің. Короче, енді шайып кетпе бұл базаны алғаннан кейін. Мен бұл базандағы, короче, бүкіл заттарды беретін боламын. Если что алып кетсем болады. Бірақ мен достар, короче, айтқанда бұл базада бергенде секретнийларды қосып берем. Сен если что таңдап алуға болады бұл заттардың іштерінен. Короче, енді турбо дегенді алып кеткен болатынбыз. Енді оны деген смело мұнар деген орнын жауатын болады. Сондықтан, короче, енді осы аккаунтқа ие болған сенсің. Көптеген еңбек бар. Мен ол балаға бір-екі рет ұрысқанмын. Ей, сен жаза бермеші, өйтіп қатты. Сен деген, короче, жазған сайын уже деген нервім шыдамай жатыр деп. Короче, неге дейсіздер достар? Ол, короче, ол бала достар бүйтіп жазады ғой. Қалай айтсам болады, ответіне жазудың орнынан әртүрлі қылып жаза береді достар. Короче, енді сіздер деген мұңаймаңыздар. Бұл жақта деген секретнийларды алғаннан кейін мен деген мына жақтағы 10 брейнротты беретін боламын. Мысалы, қазір сіздерге таңдап берейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көрдіңіздер ме? Бізде деген 3-4 брейнрот қалады. По-любому секретнийлардан секретте қалмау мүмкін, әрине. Бірақ достар, сонда да қалайын деп тұр. Бұндай короче, осындай керемет мифический достар брейнроттар қалады болады. Соғырды сіздер алсаңыздар болады. Мысалы, тралала, и бұл жақта деген көп деген брейнроттар бар. Бомбардиро, крокодило дегендермен қосып беретін болам. Бірақ достар, мұңаймаңыздар, енді мен деген, короче, айтқаны білесіздер ғой, мен базадан сразу жинап алам. Короче, енді базада алса болады. Короче, деп жазамыз. Деп жазамыз. Мына жақтан чатта оқымаппын ғой, ямай. Короче, жеңімпаз анықталды. Өте керемет видео болды. Сіздерге көп рахмет. Бірақ біз деген тоқтатпаймыз, ойынды жалғастыратын боламыз. Смело ғой, короче, ема. Так. Триппи, тропа, триппи, ема. Триппи, тропа. Ей, құры бар. Ема, біз деген 30 миллиондық. Міне достар, бұл деген затқа кетпейді, Беллингемге кетпейді. Бұл жалпы жеке өзімде тұрады. Триппи троппаны алғыларыңыз келсе, короче, достар, триппи троппаны алғыларыңыз келсе, комментті от душинен толтырамыз. Бірақ ережені ұмытпаңыздар, достар, өтірік сіздерді құдай үшін ответтеріңізге жазыңыздар. Если сіздер далаға шықсаңыздар, мен оларды санамаймын. Бірақ алдыңғы жолы еді көбісі мен соңында айтқан соң видеоның көбісі соңына дейін көрмеу мүмкін. Бір примерно 8-9 минутын көретіндер де бар, короче, сондай. Секреткаларды ойнатып жібердің ба дейді. Деп жазамыз, короче, деп жазамыз. Короче, сондай достар, ема. Так, бұл достар, енді сені Беллингем құттықтаймын. Жеңімпаз болдың. Осы видеоны көріп отырсаң, короче, саған запрос жасап қойдым ау деймін осыдан. Бәріне запрос жасап қойған болатын, бәрін негіз жазылды. Бірақ енді 3-4 адам негіз жазылмаған еді. Оларды енді
по-любому енді неше 2-3 па 4-5 па адам егін жаздым достар, бірақ олардың көбісі 60-50 комментарийдан тоқтап қалыпты, хотя 100-ге жетіргенде мүмкін оларда қатысар еді. Тралала бересіз бе братан, затқа керек еді дейді. Ема оны уже ойнатып жіберген зат қой деймін. Ойнатып жібердім ғой дейін, ойнатып жібердім ғой деп жазамыз. Айтқанда достар, берге керек еді дейді, бірақ енді достар өкінішке орай ойнатып жібердім ғой мен деген шынымен де қараңыздар. Так, енді подписчиктің заттарын жұмсауға болмайды. Бұл біздің базамыз емес, енді бұл подписчиктің базасы. Енді достар, ойнай береміз до конца. Чоғытам, ема, мынау мен деген бомбиди кузиниді алып қайтақта кеттік, ема. Бомбиди кузини дейма. Так, мынау не зат осы достар, осыған түсінбедім мен деген. Так, тұрыңдар, мына жақта 4 брейнрот қояды екен, 4 брейнроттан, бірдеңе шарт берема, бірдеңе, бомбиди кузини қайтан бар екен, алып алайық. О, мына шерт деген, мына жақта деген, қазір тұрыңдар, бомбиди кузини алу үшін бізде мына жақта 325 мыңдық қордайық. Сигма бой, кешірші мені Сигма бой. Ё-майым. F-ті басамыз, ема ана жақта біздеген бомбиди кузиниді алып қайтуымыз керек. Күтетімдір, хоп, тез. Ойбай, хоп. Оф, ема, достар, зор қалып жетістік, жорстко отты. Так, енді не істейміз, достар, осы енді ойынның мақсаты, так, жүреміз мамағандай, зереңкі тонап кетеміз, ема, зереңкі тонап кетсек не болады екен. Енді ол ренжит жары болғызымыз, ема, зереден алып кетейік та, хоп. Мынаны алып кетуге болма, о, шірктай. Зереден алып кете алмайды екенбіз, ема, прям. Күте тұрыңдаршы, менде наяқта орын бар ғой, ема, зереден алып кете аламыз ғой. Неге ондай свой базу дейді, мен неғып қатып қалдым? Бәсе, так болды достар, қараңыздар, зереден алып кете аламыз енді. Смело, хоп. Ваши ваза дейді. Что вам нужно ваши ваза? Достар, көп орын керек екен ондай заттарға, крупный заттарға. Так, түсінгенім бойынша. Енді мына жақта шипарзи. Мынау не істеп жүр, шіргай. Так, күте тұрыңдаршы. Мынан беретіндер жоқ па достар, бізге деген терескеларын өзімізге алып қаламыз ғой, енді оларды бұйырса ойнатуға алдағы уақытта. Зере сенен алам, мен чотам. Зере сенен алам. Чотам. Алай берейін ба? Точно деп жазайық, достар, зере что-то белгісі кеп тұрған жоқ сияқты, или белгісі кеп тұрма, көрейік достар, точно деп жазамыз, видеоның соңына көргендеріңізге рахмет, точно, ок деп жазамыз, ок деп жазамыз, болды достар, ема, прям жестко болды, достар, мынаны енді мен деген қараңыздар, трипитропаймен, трилолини, фрутони дегенде ойнататын болам, прям күшті заттар, брейнроттар, мен өзімнің базамнан жақта шығып кеткен болатын. Да, сол базама бере салу керек еді негізі. Себебі достар, мен деген, айтқанда, өзім деген жақта, тралала, жостко, мен деген алым еткен ғой достар, қараңыздаршы, бізде деген көп деген заттар бар екен. Так, мына жақта 420 мыңды босысақ қалай? Тралалеро алсақ, тралала алсақ. Жостко емес па да? Жақсы. Так, тұрыңдар, бізде неғыл дейді. Маған берінші дейді. Айтқанда тралала хелп деге керек болса, не істейміз онда оны алып, хелп деге керек екен, жақсы. Так, мына жақта мифический бізде легендарный ма бірдеңелер қашан шығады достар, әдемі заттар шығатын еді. Так, мифический қазір 5 минутта кейін келеді екен. Өте керемет достар, смело лайктарында аямай болсақтыңдар. Бізде деген көп деген адамдар тіркелмей көреді екен, біздің фанаттар тіркеліп кетейік. Давайте достар, мен TikTok каналымда, YouTube каналымда бәрі бар. Сіздер үшін так видео түсіріп жүргенмін достар. Так, мына жаққа ема біздің базар шығып қалғандар. Жестко да біздің база деген достар, қараңыздар, жестко, бірақ ана алындар Роман Брачкасының базасына енді сындық достар деген, кәдімгідей сындық болың базасына. Прям жестко енді, бәрі жестко, көп рахмет. Ала бер менікін дейді, айтқанда. Так, бізде, Рома братандарда хелп дейді, ештеңе жоқ болсын да қалай.
Так, көрейікші мына жақта деген. Хоп, друзьясына кіре аламын ба мен? Друзьяңды ашып жүрші, help дей, ё-моё. Друзьяңды ашып жүрші дейік, короче. Друзья ашшы дейік. Друзья ашшы деп жазамыз. О, менде, короче, мына жақта деген шайып отыр, достар, клавиатура. Аяп кетпеңіздер. Друзья аш, help деп жазамыз. Ашша, help деп жазамыз. Короче, төбеде бір деген бар сияқты, достар. Друзья ашша, help деп жаздық. Короче, төбеде бір деген бар сияқты. Мен соны орлайтын ойын ғой дейді, короче. Так, короче, друзья ашып жүрсе, help. Мен деген мына жақта тез арада, короче, сен брейнротыңды қарап берейін. Күшті брейнрот ба? Еба! Жоқ, біздің өзіміздің берген кезіміз ол жаңа. Болт, смело. Так, болт. Ема, мынау не затай? Ема, тететен сақур. База жоқ, мынау жүгірсін қарандар. Фуша! Жүгірсін қарандар. Так, короче, мына жақта тұр өзі тететен сақур, олар бізге қалады. Енді жаңағы біз ойнатқан кездегі, қалай айтсам болады, ойнатқан кездегі база подписчикке кететін болады бейнингемге. Короче, енді көз алдыңдарында көріңдер, жаңа біз деген help деге берген болатынбыз. Есешті бәрі шын, бәрі шынайы, достар. Мен бұл брейнроттарды енді қатты керек емес десем де болады. Сатуыма да болады, достар, бірақ сіздерге тегін ойнатқан жөн. Сатқаннан басқа өзім подписчиктерім, әр подписчигім жалғызым ғой, короче. Так, көп сөйлеп кеттік, көп сөз, көп сөз. Мына жақта деген пустой базалар, короче, қызық емес өтіп жатқан сияқты ойында. Не істейміз енді, қызық емес өтіп жатса, білмеймін, достар. Сіздерге қалай жауап. Өзімнің жеке серверімде ойнай берейін ба, достар, либо, короче, мына жақта битсем болады, достар. Жеке серверде мен ойындар ойнатайын ба, типа, қалай айтсам болады, қоласпай, мынау дегендей ойындар ойнатып, сол ұтқан ойыншыға, короче, айтқанда, мынау брейнроттар беріп, секретный сондай заттарды ойнатсам қалай, достар, сіздерге жалпы қолдауларыңызды беретін болсаңыздар, бір подписчик бүйтіп жазып кетсін, бірақ қана адам, егер сіздер комментте ол адамды көретін болсаңыздар, онда ол керек емес қайтадан екінші рет қайталап жазу. Бір адам бүйтіп жазып жіберсін, идеяға келсем, ойнайтын идеяға келсем деп жазып жіберсін. Мен жеке серверіме, мен деген примерді мына жақта неше база? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 база ма? Жоқ, 10 база, короче, 10 базада 9 подписчигім шақырып алып, мен деген қолайтын болам, достар. Соңғы ұсталған адам кім? Короче, достар, соны, короче, сол ұтатын болады, достар. Жестко ма? Короче, сол ұтатын болады, брейнротты, секретный брейнротты кәдімдерске болады. Если что, сөйтіп жазып кетсеңіздер болады, достар. Өте көп рахмет бәріңе. Так, енді наяқта деген көп подписчиктерде заттар жоқ екен, қатты ойбай дейтіндей. Так, бізде деген перерождениеге кокофанто, элефанто керек. Еще біз деген ол перерождениеден мессенджерсе приватсың ба дейді. Иә деп жазамыз. Иә, приват деп жазамыз. Иә, менің приватым деп жазып жібереміз. Короче, иә, менің приватым деп жазып жібереміз, достар. Так, короче, бізде қазір деген 1 минут 22 секундтан кейін мифический шығады. Содан кейін видеоны аяқтайық, көп болып кеткен сияқты, достар, өзіме жалпы. Так, ойнамай қойшы, пыжы дейді. Короче, не? Так, қалай сонда ойнамай қойшы, пыжы дейді. Так, енді сіздерге менің идеям ұнады ма, достар, соны жазып жіберейік тез арада, достар. Короче, енді біз деген бұйырса украинский брейнроттан да кететін шығармыз, достар. Енді кететін шығармыз дегенде ойбай жансер кетіп баратыр. Болды, ойбай, болды, кетті, бітті, анау деп жатсаңыздар, қойыңыздар. Мен әлі кетпеймін. Әлі енді кететін ой жоқ пока что. Так, ұрлама дейді. Хелпте ана жақта қырылыс кетіп жатыр, короче, айтқанда еба. Так, күтетімді шықылақ көрейікші аналардан. Хоп. Ё-моё. Короче, өзім сынап көргенін. Так, мифический шығады екен. Короче, енді мифический шықса, қазір деген біз наяқтан заттар босату керек қода. Мифический 30 секундта шығатын болса да. Так, күтетімдер, онда мифический шығатын болса, как раз мына жаққа асыпты. Мына жақта бомбейді көзінезді алып жүреміз. Ой, сәт жүректі. Так, күтетімдер, 10 секундта кей шығады қазір. Ё-моё. Так, күтетімдер, хоп, қазір наяққа тұрып алайық. Короче, достар, қазір бізде мифический шығады, достар. 2 секунд, 1 секунд. Және, бұл кім екен? Қандай брейнрот екен? Достар, бізде. Мал, достар, достар, ондай бола ма не енді? 1 миллион құртып 500 мыңды алдым. Достар, болмайды ондай. Короче, енді не істейміз, достар?
мына базаны табыстаймыз подписчикке болды. Белингемге табыстап келесі ойында, келесі видеода серверінде табыстайтын болам және ойнататын брейнроттарды көрсетіп жіберем. Сондықтан келесі видеоны сіздер көру үшін не істеу керек? Жалпы достар, давайте енді хотя бы 300 лайкқа жетіріп тастайық достар. Сіздердің, мысалы сіздер 5 мың адамсыздар ма, мен 1 адам. Сіздерге көптеген видеолар шығарып жатырмыз. Сол үшін аямай лайктарыңызды тегін лайк қой достар, тегін лайкты басып жіберейік. Ал енді сіз саламатта болыңыздар. Осымен видео өтіп, видеоңыздардың алдын тіркеліп, видеоға лайк басып кетеміз. Сол шарттан бәрін орындаймыз. Бәріңе пока-пока, чау. Алдындағыдай тема, алдындағыдай, кім көп комментарий жазады, сол отады, ответіне жазыңдар, бірақ пока-пока, чау бәріңе.